Конституцияның ең негізгі преамбула дейді, кіріспесінде осы туралы жазылады. Біздің Қазақстанымыз 1000 жыл тарихы бар ел екені тұңғыш рет осы Конституцияда жазылып отыр. Бұл не деген сөз? Бұл Қазақстанның жаңадан құрылған мемлекет, аяққа тұрып жатқан мемлекет емес. Және бұл туралы да әртүрлі пікірлерді естіп жүр. Қазақстан жаңадан құрылған жас мемлекет деп айтады. Олай емес, бұл мыңдаған жылдар тарихы бар. Және сол бүгінгі күнге аяққа тұрған, нық тұрған мемлекет екені осы Конституцияда жазылған. Соны біз ары қарай дамытуымыз керек деген нақты кіріспе сөзде айтылған. Және мына басқа кіріспе сөзінен тарайтын басқа баптарының барлығында осы мемлекеттік адами құндылықтар туралы, адами капитал туралы айтылып келеді. Және адамның қауіпсіздігі ең басты қағида екені көрінеді.